Есімім Азизхан. Анамның құрсағынан қақаған қыстың ортасында дүниеге келіппін. Анам мені босанған соң 2 айдан кейін қатты ауырыпты. Қарайтын ешкімі болмаған соң жазылып шыққанша деп туған әпкесіне апарған екен. 2 айға жаңа ғана толған мені анамның әпкесі нағашы әпкем өзі асырап өсірді. 2 жылдан соң анам үйге келді. Ол кездер менің есімде жоқ. Оны анамдай болып кеткен нағашы әпкем маған айтып берді. Нағашы әпкем, ұлыңды көруге келдің бе? Деп мен одан бетер қуанып жүрдім. Ал оның көңіл күйі жоқ. Айқасам екіншісіне жүкті. Ауруынан толық айыққан екен. Сені көріп құшағына алады деп үміттендім. Бірақ көзінде мүлдем жылу жоқ. Өз балаңдай болып кетті ғой. Осында жүре берсін деп шай тамаққа қарамай кете барды. Нағашы әпкемнен мұндай әңгімені күтпеген менің ішімде алай-дүлей от лаулап жатты. Менен бас тартқан өз анамды әлі күнге дейін кешіре алмаймын. Я, сол үйде өстім. Нағашы әпкемнің қолында 3 үлкен қызы бар. Тағы менен 10 жасқа үлкен ұлы бар. Сол ұлына серік болады деп әпкем бір жағы мені мәпелеп өсірді. Ол үйдің кенже баласындай болып кеттім. Бәрі мені еркелетіп, бетімнен қақпай өсірді. Әпкелерім мен ағамды туғанымдай жақсы көрдім. Ол кісінің күйеуі ағамның 4 жасында қаза тауыпты. Ол кісіні мен де көрмегенмін. Осы үйдің арқа сүйер азаматы ағам. 6 жасқа толған соң осы жаққа мектепке құжаттар өткізіп 1 сыныптан 5 сыныпқа дейін оқыдым. 6 сыныпқа көшерде өзімнің анам құжаттарымды алып мені қалаға алып кетті. Ондағы мақсаты мені 2 ініммен таныстыру. Баламды өзіме аламын, қарап бергеніне рахмет деп мені зат сияқты әкетіп қалды. Анамның үйіне барғаныммен онда үйренісе алмадым. Бәрі таңсық, бөтен жер. Мектепте оқып жүрдім. Апамды нағашы әпкем сағынып кеттім. Сенбі күні сабақтан шыға сала ауылға кетіп қалып жүрдім. Дүйсенбі күні таңертең ерте шығып кететімін. Осылай сағынышымды басып жүрдім. Апам мені көпірге дейін қимай шығарып салатын. Мен автобусқа отырғанша маған қарап тұратын. 8 сыныпқа дейін осылай жүрдім. Сосын шыдамай киімдерімді жинап апамның жанына қайтып кеттім. Шыны керек, маған қиын болды. Олар менің туғандарым болса да, мені жақтырмай жүретін. Мен қалаған тамақты емес, өздері қалаған тамақты істеп ішетін. Кейде еш нәрсе ішкім келмей аш жатып қалам. Менің жағдайым ешкімге қызық болмады. Ана мені туған ұлындай көрмеді. Мен олар үшін бөтен адаммын. Әкем мен анам ажырасқалы, әкемді де мүлдем көрген емеспін. Балам барау деп еш уақытты іздеп келген емес. Адамдарға таңым бар. Неге сонша қатыгез болды екен? Апамның жанына келіп, әбден мауқымды басып алдым. Содан соң маған мен жақсы көретін маш көже, бешбармақты жасап беріп жүрді. 8 сыныпта мен оқымадым. Оқуға деген ынтам мүлдем болмады. Ауылға келген соң 2 қолға бір күрек деп стройка, шөп тастау, сарай салу деген майда шүйде жұмыстар жасап ақша тауып жүрдім. Ол ақшаны апам өзің жарат, үйде ақша бар деп берсем өзіме қайтарып беретін. Оған мәз болған мен қанша еңбектеніп тапқан ақшамды ойынға, картаға құртатын болдым. Кейде жұмыс жоқ болса, үйде бос зерігіп жатамын. Жұмыс болса істеймін. Арада біраз жылдар өтті. Әпкелерім бірінен кейін бірі тұрмысқа шығып, ағам үйге келін түсірді. Жеңгелі болған маған қызық болып, оның соңынан қалмай, жаса дегенін жасап, жұмсаса алып ұшып тұратын болдым. Оған ағам таңырқай қарап мені мазақ ететін. Ол кездері 14 жасар, маған бәрі қызық еді. Арада 4 жыл өтті. Мен есейіп ержеттім. 18 жасар Азизхан болдым. Апам бір күні мені күтпеген жерден шақырып алып, үйді сенің атыңа аударамыз. Менің жалғыз жұбанышым сенсің, Селихан, балам, Азизханның қалай ержеткенін білесің. Кейін сендер үй салып аларсыңдар.
бұл дымсыз қалып кету мүмкін. Өмірде түрлі жағдай болады, деді. Оған ағамның таңырқап қалғаны анық. Апам ағама қарап тағы да сенің көңіл күйіңді түсініп отырмын. Бірақ мені де түсін. Одан соң саған тағы бір өтінішім бар. Ертең мен олай-бұлай болып кетсем, осы ініңді өзің үйлендір. Менің саған айтқан соңғы өтінішім осы болсын. Жасым біразға келді. Бұл дүниеде ұзақ жүрмеймін. Өмірде біз де мәңгілік емеспіз. Осы баланы аяққа тұрғызып, үйлендіріліп, барлық салтын жасасаң, мен саған разы болып өтемін, деді. Селбек ағам бұны естіген соң көшеге шығып кетті. Түн болды. Разға дейін келмеді. Жеңгем де, апам да уайымдап отыр. Көп күтпей барлығымыз ұйықтап қалдық. Түн ортасында ағам келіпті. Өзі удай мас. Мен ұйықтап жатқан адамдай жата бердім. Апам мен жеңгем оны жатқыза алмай әлек. Ағам айқайға басып бір бөлменің быт-шытын шығарды. Ағамның екі қызы менің жанында жатыр. Менен әкелер туралы қайта-қайта сұрап жатыр. Мен болсам ештеңеге мән бермей құлақтарымды жауып ұйықтаңдар деп қоямын. Мұндай шудан қайдан ұйықтарсың? Әйтеуір ұзақ түн өтіп таң атты. Ағам мені оятып, кеттік, үйді атың аударамыз. Құжаттарды реттеу керек, тез тұр, деді. Ақыры апамның дегені болды. Мен бұған үйренсе алмадым. Себебі бұл үйдің ұлы мен емеспін. Бұл әулеттің жалғыз тұяғы ол ағам ғана. Қатты қынжылдым. Дегенмен апамның өтініші ғой. Тек қағаз жүзінде ғана менің атымда болады. Бірақ біздің бетке ұстарымыз ол ағам. Ол болмаса біздің үйдің сәні жоқ. Ол осы үйдің тірегі. Ағам екеуміз нотариусқа барып құжаттарды реттедік. Анда бардық, онда бардық. Кептеліс, кей жерде адам көп, күтіп көп тұрып қалдық. Әйтеуір дегенде кешке дейін барлығын бітіріп келдік. Кесек дәмді тағамдар әзірлеп, апам мен жеңгем бізді күтіп отыр. Апам дән риза. Кешкі асты ішіп алып, қатты шаршап ұйықтап қалдық. Бірақ ағам тағы да кетіп қалды. Бұл жолы келмеді. Таң атып қалған. Есіктен шығып сыртқа қарап қоям. Жеңгем мен апам да дұрыс ұйықтай алмады. Қайта-қайта есікті күзетіп жатыр. Жоқ, ағам ақыры келмеді. Таңертең таңғы асымызды ішіп болған соң, таңғы тіршілікке кірісіп кеттік. Апам қатты уайымдағаннан бір түннің ішінде жүдеп кетті. Жеңгем болса бізге білдіріп бергенмен көзіне мөлтілдеп жас ағып жүр. Қызары қайта-қайта әкем қайда деп сұраумен болды. Түске таяу сырттан бір дыбыс шықты. Айқайлаған дауыс, таныс дауыс. Жүгіріп жолға шықтым. Жолдан қақ ортасында құлайын деп қисалаңдап ағам келе жатыр. Соншама ішуге бола ма екен? Апам мен жеңгем жүгіріп ағамды екі жақтан сүйреп үйге кіргізді. Ал мен болсам бір орында қозғала алмай әлі тұрмын. Менің көкейімде бәріне мен кінәлімін деген сөз тұр. Өзімді кінәлі сезінгенім сонша ағамның бетіне қарауға намыстандым. Мен де шығып кеттім. Шықтымда жан-жақтан қандай жұмыс бар екен деп іздестіруге бастадым. Көшенің басында бір кісі сарай соққызып жатыр екен. Барып, мен де жұмыс сұрап, сол тұрған жерімде жұмысқа кірісіп кеттім. Бір аптадай істеп, жанымдағы бұндай іске әбден машықтанған кісілердің арқасында тез бітіріп тастадық. Ақшамды алдым. Бұл ақшаны енді үйге апарып берейін. Рахметім болсын деп жетіп бара жатқанымда жұмыстағы бір ағай шақырып алды. Келсеңші, жұмысты біткенімізді атап өтейік. Қорықпа, сен жас емессің, ересек өмірге өз бетінше ақша тауып араласып жатырсың. Кел, бір стақан ішсең болды, өзіңді жеңіл сезініп қаласың, деді. Маған қызық болды. Ештеңе етпес, бір стақан ғой деп. Бір қарасам, 2 шөлмек арақта тауысып тастаппыз. Болды, қайтайық десті жанымдағылар. Мен мең-зең болып жолдың мына бетіне қисайып, бірсе мына бетіне қисайып келемін. Өзім біліп тұрмын, бірақ денем еркіме бағынар емес. Ертең тағы кел, деді. Бірге жұмыс істеген айғай айқайлап. Оған қарауға шамам жоқ. Сағаттың қанша болғанын да, қалтамда маңдай терімен тапқан ақшам бар ма жоқ па білмеймін тіпті. Үйге бардым да төсегіме жата қалдым. Одан соң ештеңе есімде жоқ. Таңертең тұрсам, басымнан біреу қазамен ұрғандай сынып барады.
тіпті шыдатар емес. Көзім қарауытып, денем басқаша бір ауыр болып кеткен. Көзімді уқалап, әрең ес жидым. Қарасам, дәл алдымда апам отыр. Қас қабағың қатулы. Сол күні апамнан қатты таяқ жедім. Өзімде әрең ес жидым. Неге іштім екен деп өзімді жегідей жедім. Апам ағама да ұрсып жатыр. Ініңе берген өнегелің осы ма? Сен сияқты ішіп келіп түнмен зыңдап шықты. Түнімен ананы мынаны сандырақтап шықты. Апамның айтқандарын естіп тұрмын. Бірақ түнде менің ештеңе есімде жоқ. Алайда өзімді әлде қайда жеңіл сезініп тұрмын. Басымның ауырғаны аздап басылып жатыр. Демек, мен түнде бар мұңымды апама айттықпын ғой. Бұнымен тоқтап қалмады. Жұмыс болса істеген ақшамды сол күні арақпен құртып келетінімді шығардым. Өзім қатты қаламасам да, іштей жеңілдеп қалған соң араққа деген тәуелділік арта берді. Бір күні ағам ішеді, бір күні мен ішемін. Бір күн екеуміз де ішеміз. Осылай мен 18 жасымда арақтың құрбанына айналдым. Арада қаншама жыл өтті. Жеңгем тағы да 2 ұл босанып алды. Бірі мектепке барса, бірі үлкен оқу орнына түсті. Жаздың күні егінмен айналысатын, ал қыста барлығымыз үйдеміз. Ағамның қыздары маған қатты бауыр басқан. Оқудан келген сайын жағдайымды сұрап, менің жағдайымды жасап жүрді. 2 ұлы мектепте оқып жүр. Ағам арақты бірден тастады. Оған бәріміз таң қалдық. Оған себеп болған үлкен қызы. Бір күні ағам қатты ішіп келді. Өлілесі мас. Келді де жеңгемді тепкіге ала бастады. Ұрып жатыр. Барлығымыз оны ажыратып әлекпіз. Бірақ ағам мықты. Оңайлықпен дес бермеді. Сол уақытта үлкен қызы келді де ағамды көтеріп алып, лақтырып жіберді. Бәріміздің көзіміз бақырайып, жан-жаға көргенімізге сене алар емеспіз. Әке, болды ғой енді. Қу арақтың соңында жүріп, шешемді, не болмаса тағы басқа біреуді өлтіріп қайсаң, не істейсіз? Неге сонша ішесіз? Сізге не жетпейді? Ішімізде мұң болса, айтыңыз. Бірге бөлісіп, бірге талқылаймыз. Неге сонша өлгенше ішесіз? Болды ғой енді, дегені бар ма? Қыздарыңыз бой жетті, ұлдарыңыз ер жетті. Ертең ұлдарыңыз келін әкелсе де, осылай ішіп келіп, анамды төпештеп жатасыз ба? Деп үлкен қызы еңіреп бір жылайды. Сол сөздер ағамның жүрегіне тиді ме? Сол уақыттан бері әлі арақты аузына алған емес. Маған да сондай бір нәрсе керек шығар деп те қоямын. Бірақ арақты тастау оңай емес. Ол әрқашан ойында жүреді. Көрсең өз-өзіңді ұстай алмай қаласың. Ағам мықты екен. Сол жағдайдан кейін 1 жыл өтті. Әлі арақ ішкен жоқ. Бұл үйде енді бейшара болып жүрген мен ғана. Ағам мен жеңгем жақында намаз бастады. Оған да балалары себепші болды. 2 қызы да 2 ұлы да намаз оқиды. Апам болса денсаулығына байланысты отырып тұруы қиын. Апам мен балаларын жан-жақтан оларды намаз оқуға көндірді. Апам үнемі, балаларыңды қарашы, намаз оқып жатыр. Сендер үшін бұл ұят емес пе деп айтып жүретін. Рас, одан кейін қалам намаз оқымайсың. Тұрмысқа шыққан ең үлкен әпкем бір күндері үйге қыдырып келді. Келді де, Әзиз, саған бір қыз көрсетейін деп едім. Әлгі Өміртай көкеңнің қызы Марал ше, жап-жақсы қыз, оқуын бітіріп жұмыс істеп жатыр. Бойыңа да, барлығына тура келеді. Кіп-кішкентай сүйіп-сүйкімді қыз. Әпкеңнің көңілін қимайын деп, ол қызбен сөйлесіп көруге уәде бердім. Әйтеуір өз-өзімді жинап, әпкем берген нөмерге хабарластым. Нәзік, сыпайы бір жақсы қыз. Басында жақсы сөйлесіп, көңілін көтеріп, әңгімелер айтып, уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. Кейін оны кездесуге шақырдым. Бірден келісті. Ауыл маңында кәуап сататын дәмханаға шақырдым. Арақтан артылған азын-аулақ ақшамды қалтама салып, іштен орын алып қойдым. Ол қыз келді. Өзі расымен сұлу екен. Маған ұнап қалды. Қол беріп амандасып, жүр ішке кірейік дегенде, азын-аулақ ұрттап алған менің ауқымдағы исімді байқап қалды. Перегар,
не дерімді білмей қалдым. Фу, сіз ішесіз бе? Ето кездесуге келерде ішіп келгенсіз. Мазаламаңыз мені, деді де кетіп қалды. Кетсе құрысын дедім де ішке кіріп кәуап деп алып, артынша бір арақ алдым да үйге келгенше ішіп келдім. Қатты жындандым. Араққа бола кетіп қалды. Сонда арақ ішетін мен ғана ма? Деп өз-өзімен сөйлеп келем. Менен жақсы жаңалық күтіп отырған апам әлі ұйқыға кетпепті. Менің түрімді көрді де жадыраған жүзі бірден солып қалды. Өлімтік, арақтан өлгір. Осы арақ құртады-ау, түбіңе жетеді-ау. Осы арақ деп мені келіп ұрып, жұлқылап бастады. Апамның ашуланған орынды. Мен қаншама қызбен сөйлесуге тырыстым. Алайда осы арақ мені өзінен басқа ешкіммен қосқысы келмейтін сияқтымын. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Ағамның қыздары бой жетіп, екеуі де тұрмыс құрды. Ұлдары да ер жетті. Тек олардың үйленуіне апам қарсы. Алдымен мені үйлендіргісі келеді. Ағамның үлкен ұлы үйленемін деп оқталғанда апам тағы да ұрсып маған келді де кімді тапсаң оны тап, бүгін келін әкелетін бол, деді. Бұл сөзге мен де ашуландым. Ешқашан үйленбейтінімді, менің үйленетінімді күтудің қажеті жоқ екенін айттым. Апам бұл сөзге жабырқап қалды. Апам қатты ауырып, бір айдан соң көз жұмды. Төбемнен тас түскендей болды. Оны көтере алмай тағы да ішіп жүрдім. Апамыздың жылдық асын берген соң ағамның үлкен ұлы үйленді. Басында келін менің ішкенімнің қорқақтап жүргенімен қазір үйренісіп кетті. Олардан қазір 3 бала шағасы бар. Ал кіші ұлы 4 жылдан соң үйленді. Олардың да бір ұлы бар. Бар міндетінен құтылған ағам мен жеңгем енді сен үйлен дейді. Олар да қанша қызды көрсетті. Жасы 40-тан асқан алқашқа кім тұрмысқа шықсын. 3 күн үйде жүрсем, 3 күн ішіп жүрем. Өмірім осылай өтіп жатыр. Кейде ағамның келіндеріне, ұлдарына ашуланып кетсем, үйден кетіңдер, бұл менің үйім деп қырғын шығарамын. Бірақ оларға жамандық ойламаймын ғой. Қаншама жерден арақ алып, қарызданып кеттім. Бірақ олардың бәрін артынша ағам жауып жүреді. Кейде ұрсып та алады. Арақтың кесірінен міне барлығы жұп-жұпымен. Мен ғана жалғызбын. Үйленгім-ақ келеді. Бірақ болмай жатыр. Мен жалғыздыққа үйреніп қалғанмын. Мен жанымда біреудің жүргенін қаламаймын. Ағам ылғи да апамның тілегін орындауым керек. Үйлен, беташарыңды, тойыңды да жасап берем деп айтады. Бірақ үйленгім келмейді. Мен тек арақпен дос болып алғанмын. Мүмкін мұның бәрі өзінен алшақтатқан анамның кесірі болар. Жоқ, қатты еркелетіп өсірген апамның ба? Жоқ, әлде шаңырағын қызғанған ағаңның ба? Немесе кінә өзімнен бе? Оны білмеймін.